Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы бір атомды спирттер. Бір атомды спирттер көмірсутек туындысы, спирттер туралы білімді қалыптастыру, спирттердің қасиеттері, функционалдық топтарының әсерін түсіндіру, спирттердің изомериясы, номенклатурасы, классификациясы, атомдағы молекулалардың өзара әсерін сіздерге түсіндіру сабағымыздың мақсаты. Сонымен спирттердің классификациясы, изомериясы, номенклатурасы, гомологтарымен танысайық. Спирттер бұл көмірсутектің туындылары, олардың молекулаларында бір немесе бірнеше сутек атомдары гидроксил топтарымен ауыстырылған. Бір атомды спирттердің жалпы формуласы CnH2n плюс 1 OH, не болмаса ROH. Бұл жерде R көмірсутек радикалы. Спирттердің классификациясы. Көмірсутек радикалының табиғаты бойынша қаныққан, қанықпаған, ароматты спирттер болып бөлінеді. Гидроксил тобының көміртек атомымен байланысу түрі бойынша біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып бөлінеді. Функционалдық топтардың саны бойынша бір атомды, екі атомды, үш атомды және көп атомды болып бөлінеді. Алдарыңыздағы метанол молекуласының шар өзекті моделі. Метанолдың формуласы CH3OH. Бұл жерде міне қандай бұрышта, қалай орналасу шар өзекті молекуласынан көре аласыздар. Не болмаса, мына схема бойынша міне жаңағы шар өзекті молекуласы метанол спиртінің және масштабты моделі. Мына екіншісінде этанол спиртінің шар өзекті моделі және масштабты. Шар өзекті моделінде міне этанол спиртінің формуласы C2H5, C2 міне H5 және гидроксатоп OH. Міне бұл жерде көміртек қара түспен, сутек көкшіл түспен және оттек қызыл түспен белгіленіп отыр. Орналасу бұрыштарын байқаңыздар. Екінші, қаныққан бір атомды спирттер болып бөлінеді, қанықпаған спирттер және ароматты спирттер болып бөлінеді. Қаныққан бір атомды спирттер өздеріңіз көріп отырсыздар, бір сызықты, ал қанықпаған спирттерде қос байланыс бар. Бұл жерде бір байланыста, яғни спирттер қаныққан сутек атомдарымен. Ал қанықпағанда мына жерде қос байланыс пайда болды қанықпаған спирттерде. Және ароматты, оған фенол және бензил спирті жатады. Фенол циклды байланыс түзеді. Атауына тоқталсақ, ИУПА халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттердің аталуы. Негізгі спирттердің атауы ол көмірсутектерге ол қосымшасы қосылған тиісті көмірсутектің атауы. Мысалы, метан ол, этан ол, пропанол, бутанол. Суффикстен кейін гидроксил тобының орнын көрсететін сан қойылады. Яғни пропанол 1, пропанол 2. Яғни осы көміртекте 1 және 2-де біздің гидроксатоп орналасқан. Сонымен қатар кейбір спирттер үшін рационалды номенклатура атауы қолданылады. Мысалы, метил спирті, этил спирті, амил спирті, пропил спирті. Міне осылайда атай аламыз. Номенклатурасына тоқталсақ, яғни көміртек тізбегі гидроксатоп жақын орналасқан жағынан бастап нөмірленеді. Жаңа айтып өттім сіздерге. Бізде берілген мына көмірсутек спирттің формуласында 3 көміртек атомы бар. Яғни оның тиісті атауы пропан. Ал гидроксатоп мынау бізде ең шеткісінде орналасқан, сондықтан біз нөмірлеуді осы шеттен бастаймыз. Яғни пропанол 1. Біріншісін қойдық көміртекке, мына жерге екіншісін қойдық және үшіншісін қойдық. Сондықтан біз бұл пропан ол 1 спирті болады. Ал екінші біздің мысалымызда
6 көміртек атомы бар. Яғни оның тиісті көмірсутек оған гексан. Бірақ біздің гидроксотобымыз мына жерде орналасқандықтан біз осы гидроксотоп жақын жағына, яғни біздің жағдайымызда мына жақ, оң жағына жақын, сондықтан осы жақтан бастап нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 нөмірлейміз. Сонда біздің жаңағы гексан ол спиртіміздің нөмірі 3-ші болады. Яғни гексанол 3. Осыған қарап, гидроксотоптың қай жерде орналасқанын біле аламыз. Гидроксил тобы қай көмірсутекте орналасқанына қарай спирттер біріншілік, екіншілік және үшіншілік болып бөлінеді. Яғни біріншілік спиртіміз, мысалы міне гидроксил тобының орналасуы ұзын тізбекте орналасқан. Екіншілікте гидроксил тобы мына жерде орналасқан, яғни тармақталған. Үшіншілікте де тармақтала орналасқан. Бір атомды спирттер, яғни гидроксотоптың саны бойынша 2 атомды спирттер, 3 атомды спирттер болып бөлінеді. Бір атомды спирттер, міне 1 гидроксотопы бар, 2 атомды спирттерде 2 гидроксотоп бар, 3 атомды спиртте 3 гидроксотоп бар. Изомерлері, яғни изомерлер дегеніміз ол атомдар саны жағынан бірдей, бірақ құрылымы жағынан өзгеше, сондықтан химиялық қасиеттері өзгеше болып келетін заттарды изомерлері деп айтамыз бір-біріне. Структуралық изомері, яғни бұл жерде міне тізбек, ұзынша тізбек және тармақталған. Бұл жерде біріншіміз біздің бутанол бар болса, екіншіде пропанол спирті болып тұр. Яғни бұл жерде әрі орынбасар кездесіп тұр. Егер нөмірлесек, гидроксотоп жақын жақтан мына жерге 1, мұнда 2, мұнда 3 болады да, 2 метил пропанол 1 болады. Атау функционалдық топ бойынша. Яғни OH тобы гидроксотоп біріншіде ұзын тізбекте тұр, екіншіде ол тармақтау. Екіншіде ауысты орны. Яғни бұл да бір-біріне изомер. Классаралық изомер. Бұл жерде этанол спирті, яғни эфирлерге изомер болады. Диметил эфиріне изомер. Бұл жерде тапсырма беріліп тұр. Сынып жұмысында есімізге түсіру үшін. Бұл біріншіде тапсырма бойынша бутанол 1-ге изомер табамыз. Осы 4-дің ішінен. Екінші тапсырмада изомерлермен қоса гомологтарды да табамыз. Және мына тапсырмада, келесі тапсырмамыз 3 метил бутанол 2 формуласын табамыз. Әрқайсына атау беріп шығамыз. Гидроксотоптың орналасуына қарай нөмірлеп шығамыз, және бұл жерде орынбасарларды да есімізге түсіріп, қай жерде орналасқанын соған қарап 3 метил бутанол 2-ның формуласын табамыз. Спирттердің физикалық қасиетіне тоқталайық. Бір атомды қаныққан спирттер өзіне тән иісі бар сұйық заттар. Себебі молекулааралық сутектік байланыс түзеді. Қайнау температуралары өздеріне сәйкес көмірсутектерге қарағанда жоғары. Спирттер органикалық және бейорганикалық заттардың жақсы еріткіші. Химиялық қасиеттеріне тоқтасақ, көптеген органикалық заттар сияқты спирттер көмір қышқыл газы мен судың пайда болуымен жанады екен. Толық емес тотығу, яғни спирттер оксидтермен қосылып альдегидтер түзеді. Мыс оксидімен қосылып, мысалы біздің этанол спиртіміз альдегид түзіп тұр. Сірке альдегидін металдармен әрекеттеседі. Яғни металдармен әрекеттесіп, біздің жағдайымызда этанол спирті натриймен әрекетке түсіп, натрий этилатын және сутек бөлініп тұр. Галоген сутектермен әрекеттеседі. Бромды сутекпен әрекеттесіп, бром
метан түзеді және су бөліне жүреді. Реакция ионды механизм бойынша жүреді. Дегидроленеді. Яғни дегидролену дегеніміз ол сутектің бөліне жүру реакциясы. Спирттер дегидроленіп, альдегидтер және сутек бөлінеді. Дегидратациялауға түседі. Дегидратация дегеніміз судың бөлінуі. Яғни дегидратациялану реакцияларына түседі спирттер. Спирттердің қолданылуына тоқталайық. Спирттер химиялық өнеркәсіпте сан алуан синтездік заттар өндіру үшін және еріткіш ретінде қолданылады. Метанолға тоқталсақ, метанол еріткіш ретінде қолданылады. Көксағыз алуда, тамақ өнеркәсібінде, бояулар алуда, пластмассалар алуда, парфюмерияда отын ретінде қолданылады. Ал осы спирттердің зиянды әсеріне тоқталсақ, жеке өкілдеріне метанол өте улы спирт. Адам организмінде түсі формальдегид пен құмырсқа қышқылына айналып, көздің торлы қабығын зақымдайды және оның көрмей қалуына әкеліп соғады. Ең соңында адам өліміне дейін әкеліп соғуы мүмкін. Этанол таза медициналық спирт, бірақ үнемі ішке қолданған кезде мидың жұмысы нашарлап, бауыр клеткаларын зақымдап, цирроз ауруына әкеліп соғады. Енді сабағымыздың аяғында өздеріңіздің алған бүгінгі білімдеріңізді тексеру мақсатында тест жұмыстары беріліп отыр. Бір атом спирттердің жалпы формуласын табу, артық заттың формуласын көрсет. Яғни бұл жерде спирттердің атауларын атап, артығын табасыздар. Бір атомды спирттердің формуласын көрсетіңіз. Сіздер өттіңіздер, бір атомды, екі атомды, үш атомды спирттер деп көп атомды. Және қаныққан спирттердің бір атомды спиртке жатпайтын заттың формуласын табу, берілген заттың ішінен пентанол бірдің изомерін табу. Бұл жерде пентанол бірдің структуралық формуласын сызып алғаннан кейін берілген заттардың структуралық формуласын табу арқылы таба аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.